Сәлеметсіздер ме тағы да, әріптестер? Менің есімім Кененбаева Жадыра, Қасыл Қатықбаев атындағы 168-ші мектеп гимназиясының пән мұғалімі болып келемін. Бүгінгі қорғайтын бағдарламам көмірсутектер заманауи энергетикалық негізгі экологиялық мәселелері мен балама энергияның көздері. Бұл бағдарламаның негізгі өзектілігі қазіргі таңда мұнай, газ және көмір адамдардың негізгі энергия көзі болып отыр. Алайда олар көп мөлшерде пайдалану қоршаған ортаға зиян келтіруде, сондықтан оқушыларға көмірсутектердің химиялық табиғатының және экологиялық мәселелердің ғылыми тұрғыда түсіндіру маңызды. Енді негізгі мақсаты мен міндеттеріне тоқталатын болсақ, бағдарламада оқушылардың тек теориялық білімі ғана емес, практикалық және зерттеушілік қабілеттерін дамытуға бағытталған. Бағдарламаның ерекшелігі: бұл курс дәстүрлі химия сабағында ерекшеленеді, себебі оқушылар теорияны нақты өмірмен, өндіріспен, энергетикалық мәселелермен байланыстырып үйренеді. Келесі, бұл жерде курстың құрылымына тоқталатын болсақ, бөлім 4 бөлімнен тұрады, және әрқайсысы бірінші бөлімі 8 сағаттан, екінші бөлімі 10 сағат, үшінші бөлімі 8 сағат, және балама энергетикалық және болашақ деген 8 сағаттан құралған. Бірінші бөлімінде негізгі бұл бөлім оқушылардың көмірсутектердің молекулалық құрылысын және энергетикалық қасиеттерін терең мәнін меңгереді. Екінші бөлімінде қолданбалы және өндірістік орталық химиялық, бұл жерде мұнайдың, кретениктің және табиғидың сутекті алу, отын сапасы, октан мен цетанның саны, бұл оқушылардың бұл бөлімде өндірістік химиямен байланыстырып, оқушылардың мұнай өңдеу жанармай сапасы мен отын энергетикалық туралы білімді алады. Келесі, үшінші бөліміне тоқталатын болсақ, экологиялық мәселелердің химиялық негіздері. Бұл бөлімде көмірсутектердің қоршаған ортаға әсері қарастырылған және оқушылардың экологиялық мәселелерінің химиялық тұрғыда талдайды. Келесі, төртінші бөліміміз балама энергетикалық көздері. Оқушылар балама энергетикалық көздерінің химиялық негіздерін үйреніп, дәстүрлі отынмен салыстырады. Және бұл осыларға келтіріп, менің сабақ үлгісінде, мысалы, бірінші тақырыпта көмірсутектердің энергетикалық құндылықтарын практикамен ұштастыру арқылы жану теңдеулерін жазу және термодинамикалық есептер шығару, отынды салыстыру, топтық зерттеу сияқты жұмыстарды жүргізілу керек. Соған байланысты сабақтардың проблемалық оқу, зерттеу және топтық жұмыстың әдістерін қолдана алады. Бағалау жүйесі, бұл жерде бағалау жүйесінде критериялық бағалаудың талаптарына сәйкес құралған және оқушылардың теориялық әрі практикалық дағдыларын бағалауға бағытталған. Осы курста күтілетін нәтиже бойынша, курс соңында оқушылар химиялық білімді өмірмен байланыстырып, экологиялық және энергетикалық мәселелерге ғылыми көзқарас қалыптастырады. Қорытындылай келе, бағдарламаның маңызы бұл оқушылардың химиялық білімін тереңдетіп қана қоймай, оларды болашаққа мамандықтарға бағыттайды және ғылыми дүниетанымдықтарға қалыптастырады. Осы менің бүгінгі жұмысым. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, комментария жазсаңыздар. Бүгінгі уақыттарыңызды бөліп, маған қатысқандарыңызға көп рахмет айтамын. Әріптестер, өздеріңіздің аудандарыңыз бен мектептеріңізді жазып кетіп, және соңында комментария жазып кетуді ұмытпасаңыздар.
десек. Рахмет, шәкірттеріңіз дейін ашылсын дейді. Көп рахмет. Сіздерге де. Ой, рахмет. Санжар Бегдайдыр дейді. Рахмет, көп. Барлық әріптестер жазды ғой деймін, әлі толық жазбады ма? 11 қатысушымыз отыр екен, ақырын жазып жатыр екен. Рахмет, Алла разы болсын. Иә, ауданды жазсаңыздар, ауданды жазған міндетті түрде жазу керек екен, сол үшін міндетті түрде жазып берсеңіздер, қай мектептен екеніңіздер, ауданды жазып қасына қай мектеп жазсаңыздар, өте жақсы болар еді, тамаша болар еді. 146 мектеп Бостандық ауданы дейді. Бектұрғанова Гүлзира апай, сізде мектеп жазсаңыз, аудан жазсаңыз, жазып қойыпты 26 мектеп Алатау ауданы дейді. Рахмет, Алла разы болсын. Комментарияларыңыз жазсаңыздар. Рахмет, жақсы тақырып алыпсыз дейді. Рахмет. Рахмет, көп. Рахмет сіздерге тыңдағандарыңызға. Комментария жазып болсаңыздар, шыға берсеңіздер болады. Уақыттарыңызды бөліп тыңдағандарыңызға рахмет, көп.